мына видеоны көріп жүрейікші. Бір адам қартайған кезінде бір апта ораза тұта алмай өтіп кетті. Сол сенің әкеңнің шешеңнің фидиясын берді. Сол сияқты бір адам 10 күн намаз оқи алмай қалды. Кеше коронавирустерде оқи алмай қалды ғой жаңағы. Сонан енді ғалымдар айтады, бір күніне бір күндік фидия дейді, 5 уақыт намазына бір күндік фидияны деп айтады. Біреулер жоқ дейді. Әрбір намазға не? Бір фидияны бер дейді. Олай болады. Болады. Бұл шариатта жоқ нәрсе, сол бар нәрсе. Әзір кезде мынау жаңағы біреу кейде мен фидияны беремін деп, фидияны мынаған бер десең жаны шығып кетіп жатыр жаңағы. Өйткені 1,5-2 мың теңге кетеді ғой. Жоқ, фидияның орнына дейді біз пітір садақасымен жақсақ дейді жаңағы. Пітір садақасы 200 теңге мысалы, 250 теңге. Ананың әкесі не қылды? 50 жыл намаз оқымады. 50 жылда қанша күн бар? Қанша күн бар? 50-ді көбейт. 360 көбейт 50-ді. 18 не болды? 18.250. Оны және неге көбейт? 5-ке көбейт оны. Әр күнде. Оны 5-ке көбейт. 91.250. 91.200 ба? Оны енді жаңағы 200 теңгеге көбейт. 18 миллион 250 мың. Сондай фидия берсін. Бір ұстазға ұят берсін. Мұны әкем 50 жыл намаз оқымаған еді. Мұны фидиясы енді ол 100% Аллах Тағала не деп айта алмайды. Алла мадақтар болсын. Мынау Сансызбай деген пәтуа бөлім бастығы Қазақстандағы. Не айтып жатқанын түсініп отырсыздар ма? Намаз оқымаған адамға қазір фидия төлеуге болады екен, фидия төлеуге болады екен. Фидия деген негізі намазға вообще қатысы жоқ. Намазға адам ответственный болады ол. Фидия деген тірі адам оразасын жаңағыдай жоғалтып оразасын ұстамағанда, соны онда фидия 60 мискін тамақтандырады. Соны бұл алаяқ алып не істеп жатыр? Намаз оқымаған адам өліп қалған адамның үстінен фидия төлеуге болады деп жатыр да. Фидия негізі намазға қатысы жоқ біріншіден. Намазға адам намаз қиямет күні бірінші тұратын нәрсе намаз, адам намазды жауап береді. Ал фидия деген ол оразаға, и то тірі адамға қатысты нәрсе да. Мен түсінбеймін, бұларда бір контроль ұстайтын адам жоқ па, және жан жағында адамды айтпай ма, ұстаз мынау сенікі қате деген сияқты да. Ал алдында адамға кәдімгі бухгалтер ұстап есептетіп отыр да, ұялмай. Субханалла, ауыздарың соншалықты бізде сондай возможность бар екен, сөйлей алады екенбіз, мүмкіндік бар екен деп настолько аузымызды ашамыз деген сөз болмай ма? Сендерде кішкене андай контроль жоқ па сендерде? Ұятқа қалу деген сияқты да бір кішкене. Құдайдан қорықпайсыңдар ма? Не әңгіме сонда получается бір адам өлсе 50 жыл жаңа есептеп отыр. Сонда 18 миллион төлегеннен оны мойнында парыз түсіре ма сонда получается? Аллахтан да жауап бермей ма сонда? Соны айтпақшы бұл кісі. Сөйтіп байлардан осындай ақша алмақшы да. Яғни, байлар келді де, мен әкем намаз оқып кетеді, мысалы 20 миллион, наверное. 18 миллион ба? Давай үстінен добавлю еще. Не болды? Сатып алды ма? Решал да проблема. Рахат же. Субханалла. Мынау деген не алаяқтық, не деген алаяқтық. Минбарда, ауыздарыңа оттайсыңдар ма? Минбарда босатыңдар мынандай етіп. Мынандай етіп мұсылмандарды позорын шығармаңдар. Мынандай етіп бүкіл халықтың алдында мұсылмандарды амсқарламаңдар. Қиямет күні жауап бересіңдер осы істегендер үшін. Сендер оқып келдіңдер ғой. Сендер Әл-Асқарды бітірген жоқсыңдар ма? Пәтуа бөлім бітірген жоқсыңдар ма? Пайғамбарымыздың кезінде болып бет. Бір саха оқып қалып, немесе бір мүшрик келіп қалып, ақша төлеп осылай ришат еткен. Мына жерде мынандай әңгіме болып тұр ғой сендерде. Чисто бизнес болып тұр ғой, болды, басқа әңгіме жоқ мына жерде.